Сәлем достар, бұл Казак Story Time. Біз бастаймыз. Мен қазір сендерге шаян қайда қыстайтынын көрсетем. Бір тарау, суық түн және раушан гүлдері. Қараша айының соңы. Түнгі сағат 2. Қала орталығындағы элиталық көшелердің бірінде суық жаңбыр мен қар араласып жауып тұрды. Қымбат мейрамханалар мен түнгі клубтардың неон жарығы сулы асфальтқа шағылысып, қаланың байлығын паш еткендей жалтырайды. Осы бір сән салтанаттың ортасында суықтан бүрсін қағып, ескі жүн орамалын оранып алған 65 жастағы Жібек әже отырды. Оның алдындағы кішкентай пластик шелекте 10 шақты раушан гүлі бар еді. Жібек әже бұл гүлдерді байларға сатып тапқан ақшасына өзінің дәрі-дәрмегін және көршісінің жетім қалған немерелеріне тәтті-пәтті алмақшы болатын. Ол ешқашан тағдырға шағымданбайтын. Оның өмірдегі жалғыз жұбанышы, мақтанышы ұлы Ілияс еді. Ілияс осыдан 5 жыл бұрын құпия әскери келісімшартпен алыс шетелге жұмысқа кеттім, анашым. Көп хабарласа алмаймын, бірақ мен сізді үнемі ойлап жүремін деп кеткен болатын. Жібек әже ұлының нақты қайда, қандай қызметте екенін білмеді. Оның шоттарына ай сайын белгісіз шетелдік банктерден қомақты ақша түсіп тұратын. Бірақ қарапайым әже ұшыға тиіспейтін. Балам қайтып келгенде үйленеді, соның тойына жинаймын деп өзінің кішкентай зейнетақысымен және гүл сатып тапқан тиын-тебенімен күн көріп жүрген еді. Бұл таза, ақпейіл, нағыз қазақ анасының бейнесі болатын. Екі тарау, Скеланж клубының патшалары. Дәл осы көшенің арғы бетіндегі Скеланж веб-клубының есігінен қаланың ең бай, ең тәкаппар 3 жасы шығып келе жатты. Олар қарапайым халықты тобыр, биомасса деп санайтын, заңды ақшамен өлшейтін мажорлар тобы еді. Олардың басшысы Алишер, салмағы миллиардтармен өлшенетін ірі олигархтың, қаладағы ең ықпалды магнаттың жалғыз ұлы. Үстінде құны $1000 тұратын итальяндық пальто. Екіншісі Данияр. Қалалық полиция департаменті бастығының, генералдың ұлы. Кез келген қылмысты бір қоңыраумен шешіп тастайтын мақтаншақ. Үшіншісі Макс, бай банкирдің ұлы, қолынан соңғы үлгідегі камерасы түспейтін, осындай кештердің бәрін интернетке салып мақтанатын блогер бұзақы. Олар әбден мас болған, көздері қызарып, есірткінің, кокаиннің әсерінен өздерін әлемнің патшасындай сезініп келе жатты. Даник, громкості, дауысты, қос. Бүгін қаланы жарамыз. Деп бақырды Алишер, Даниктің жаңа, қап-қара түсті Гелендваген джипіне мініп жатып. Макс телефонын қосып видео түсіре бастады. Міне, достар, біз шықтық. Жолдан қашыңдар, патшалар келе жатыр. Деп қарқылдап күлді. Даник рульге отырып газды еденге дейін басты. 500 аттың күші бар алып джип ақырып, сулы асфальтты сызып, тасжолға атып шықты. Қызыл бағдаршамдар, жылдамдық шектеулері олар үшін жазылмаған еді. 3 тарау, соққы және адамгершіліктің өлімі. Жылдамдығы сағатына 140 шақырымға жеткен Гелендваген қаланың орталық көшесімен ұшып келе жатты. Даник мас күйінде рульді бір қолмен ұстап, екінші қолымен музыканы қосып жатқан. Сулы жол, ескірген резеңке және есірткіге мас ми, бұл апаттың мінсіз формуласы еді. Жол қиылысына жақындағанда джиптің артқы дөңгелегі тайғанақтап кетті. Даник басқаруды жоғалтты. Алып темір көлік жолдың шетіне қарай, дәл Жібек әже гүл сатып отырған аялдамаға қарай ұшты. Гүрс! Көлік темір бағананы жұлып кетіп, Жібек әженің гүл сататын сөресін күл талқан етті. Соққының қатты болғаны сонша 65 жастағы қария ауаға ұшып, асфальтқа ауыр құлады. Оның басынан аққан қан аппақ қарды лезде қып-қызыл түске бояды. Шашылған қызыл раушан гүлдері ананың қанымен араласып жатты. Көліктің қауіпсіздік жастықшалары, подушка безопасности атылып, мажорлар дін аман қалды. Даник шоктан басын ұстап, қарғыс атсын. Біреуді қағып кеттім-ау деймін. Әкем мені өлтіреді. Деп дірілдеп кетті. Бірақ Алишер, олигархтың ұлы, миығынан күліп есікті ашып далаға шықты. Ол ешқандай өкініш сезінген жоқ, керісінше бұл оған көңіл көтеретін жаңа ойын сияқты көрінді. Макс артынан телефонын қосып видеоға түсіріп келе жатты. Алишер асфальтта қансырап ыңырсып жатқан Жібек әжеге жақындады.
Ананың қабырғалары сынған, басынан қан тоқтаусыз ағып жатты. Ол әлсіз қолдарын созып, көмектесіңдерші, балам деп сыбырлады. Алишер қарияның қасына келіп, өзінің $1000 туфлимен жібек әженің қолын басып тұрды. Әй, кемпір, сен менің көлігімнің бамперін сызып кеттің ғой. Қайда қарап отырсың? Деп бақырды ол, Макстың камерасына қарап күліп. Алиш, кеттік бұл жерден. Менттер келіп қалады. Деді Даник көліктен шығып. Қайдағы менттер? Сенің әкең генерал емес пе? Шешеді бәрін. Деп Алишер қалтасынан бір буда $100 купюраларды шығарды да қансырап жатқан ананың бетіне шашып жіберді. Мә, кемпір, осы ақшаға өзіңе жаңа өмір сатып ал. Немесе табыт сатып ал, маған бәрібір. Олар қарқылдап күліп, жібек әженің үстінен аттап өтіп, қираған джиптеріне отырды да оқиға орнынан қашып кетті. Олар өздерінің ақшалармен байланыстары бұл қылмысты да жауып тастайтынына 100% сенімді еді. Бірақ олар асфальтта қалдырған қарияның жай ғана кемпір емес, әлемдегі ең қорқынышты, ең қатыгез жауынгердің анасы екенін білген жоқ. Олар өздерінің өлім үкіміне өздері қол қойғандарын әлі түсінбеген еді. 4 тарау, әділетсіздік және парақор тергеуші. Келесі күні таңертең. Бір қалалық аурухананың жансақтау бөлімі, реанимация. Жібек әже комада жатыр. Дәрігерлер оның өмірі қыл үстінде екенін, миына қатты зақым келгенін айтты. Аурухананың дәлізінде полиция тергеушісі капитан Медеуов отырды. Ол түнгі ауысымда оқиға орнын тексерген болатын. Камералардан Гелендвагеннің нөмірі анық көрінген. Бірақ Медеуов істі бастамай тұрып, оған қалалық полиция бастығы Даниктің әкесі телефон шалды. Медеуов бұл іс бойынша ешқандай қылмыстық іс қозғалмайды. Куәгерлер жоқ. Кемпір мас болған, жолға өзі шығып, тайып құлап, бағанаға соғылған деп жазасың. Түсіндің бе? Егер артық қимыл жасасаң, вагоныңмен қоштасасың. Ал егер бәрін дұрыс істесең, ертең есеп шотыңа жаңа пәтердің ақшасы түседі. Тергеуші Медеуов ұзақ ойланған жоқ. Оған әлдебір бейшара кемпірден гөрі өзінің қалтасы мен қызметі маңыздырақ еді. Ол хаттаманы, протокол қайта жазып, жібек әженің өзін кінәлі етіп шығарды. Көлік оқиға орнынан табылған жоқ, кінәлілер белгісіз деп істі жапты. Олигарх пен генерал өздерінің еркетотай балаларын тағы да құтқарып қалды. Алишер, Даник және Макс келесі күні ештеңе болмағандай, жаңа көлік мініп, басқа мейрамханада түскі ас ішіп отырды. Макс тіпті өзінің жабық Telegram каналына ананы қалай қорлаған видеосын салып, көшедегі қоқыстарды қалай тазалау керек деп жазып қойған еді. Олар өздерін құдайдай сезінді. Бірақ құдайдың өз жоспары бар еді. Және ол жоспардың есімі Ильяс болатын. 5 тарау, көлеңкенің оралуы. Сириядан келген хат. Дәл осы уақытта Қазақстаннан мыңдаған шақырым қашықтықта таяу шығыстың, Сирияның қайнаған құмында. Құпия әскери база. Бөлменің ішіндегі темір үстелде үсті басы шаң, қаруын тазалап отырған ұзын бойлы, кең иықты, бұлшық еттері тастай еркек отырды. Оның көздері қасқырдың көзіндей суық әрі қауіпті еді. Денесіндегі ондаған оқ пен пышақтың тыртықтары оның қандай тозақтардан өткенін айтып тұрғандай. Бұл Ильяс, оның ресми есімі мұрағаттардан баяғыда өшірілген. Ол мемлекеттің ең жабық, ең құпия көлеңке Shadow атты арнайы операциялар тобының бас офицері, жазалаушысы болатын. Ол соңғы 5 жылда Африкадағы, таяу шығыстағы ең қауіпті террористік ұйымдарды жоюмен айналысқан. Ешқашан із қалдырмайтын, эмоциясы жоқ нағыз тірі қару еді. Оның командасы оны Барс деп атайтын. Кенеттен базадағы құпия спутниктік байланыс телефоны шырылдады. Ильяс тұтқаны көтерді. Арғы жақта өзінің ескі досы, Қазақстандағы ауруханада жұмыс істейтін бас дәрігердің дауысы естілді. Ильяс, брат, кешір мені. Мен сенің құпия нөміріңді зорға таптым. Мен саған жаман хабар айтуға мәжбүрмін. Анаң, Жібек апай реанимацияда жатыр. Оны кеше түнде көлік қағып кеткен. Жағдайы өте ауыр. Ең сұмдығы полиция істі жауып тастады. Олар кінәлілерді жасырып отыр. Ильястың қолындағы темір мылтықтың бөлшегі сыртылдап сынып кетті.
Оның жүрегі бір секундқа тоқтап қалғандай болды. Анасы оның осы қанды әлемдегі жалғыз жарығы, жалғыз періштесі еді. Кім? Деп сұрады Ильяс, даусынан мұз араласқан өлімнің ызғары естіліп. Білмеймін, Ильяс, менттер бәрін тазалаған. Камераларды да өшірген. Бірақ, сен қайталасың ба? Мен келе жатырмын, деді Ильяс тұтқаны қоя салып. Ол командирінің кабинетіне кіріп, өзінің жеке заттарын жинады. Оның командирі, генерал, Ильястың көзіндегі отты көріп, ешқандай сұрақ қойған жоқ. Ол мұндай көзқараспен қаруланған жауынгерді тоқтату өліммен тең екенін білетін. Барс, саған 10 күн беремін. Не істесең де, ізіңді тазала. Жүйе сенің кім екеніңді білмеуі керек, деді генерал. Ильяс үнсіз бас изеді. Ол өзінің тактикалық сөмкесіне қара түсті әскери киімдерін, байланыс құралдарын салып, жеке әскери бортпен, ұшақпен Қазақстанға қарай жол тартты. Бұл жай ғана ұлының оралуы емес еді. Бұл қалаға ажалдың өзі ұшып келе жатқан болатын. Олигархтың ұлы, генералдың ұлы, олардың ақшасы мен билігі бұл соғыста оларды құтқара алмайтын еді. Өйткені Ильяс заңмен ойнамайтын. Ол заңды өзі жазатын. 6 тарау, ауруханадағы үнсіздік және аңшының ісі. Келесі күні кешке Ильяс Алматының, немесе Астананың әуежайынан тікелей ауруханаға жетті. Ол азаматтық киімде, басына қара кепка киіп алған. Оның жүрісінен, қимылынан ешқандай артық дыбыс шықпайды. Ол жансақтау бөліміне кіріп, анасының қасына келді. Аппараттарға жалғанған, басы бинтпен оралған, денесі көгерген анасын көргенде. Ильястың ішіндегі бүкіл әлем төңкеріліп кетті. Ол Африкадағы қанды майдандарда достарынан айырылғанда да бұлай қиналмаған еді. Ол тізерлеп отырып анасының құрғақ, салқын қолын сүйді. Анашым, кешіріңізші мені. Мен қасыңызда бола алмадым, деп сыбырлады ол. Оның көзінен бір тамшы да жас шыққан жоқ. Арнайы жасақ жауынгерлері жыламайды. Олар кек алады. Сізге осыны істеген адамдар, олар бұл дүниеге келгендеріне өкінетін болады. Бұл менің сізге берген сертім. Ол бөлмеден шығып, өзінің досы бас дәрігермен кездесті. Ильяс, мен саған бір нәрсе берейін, деді дәрігер қалтасынан кішкентай флешка шығарып. Менің жедел жәрдемде істейтін фельдшер танысым сол күні апат болған жердегі бір куәгерден мына видеоны сатып алған. Куәгер қорқып, менттерге бермеген. Мұнда бәрі бар. Ильяс флешканы алып, өзінің ноутбугіне қосты. Видеода Гелендвагеннің гүл сөресін қалай қағып кеткені, ішінен күліп шыққан Алишердің анасын қалай тепкені, оның бетіне ақша шашқаны және Макстың қарқылдап күліп видеоға түсіріп жатқаны анық көрініп тұрды. Және ең бастысы, джиптің нөмірі 001 веб тайға таңба басқандай анық еді. Ильястың бет әлпеті тастай қатып қалды. Ол ноутбукты жапты. Бұлар кімдер? Деп сұрады ол мұп-мұздай дауыспен. Бұлар тиісуге болмайтын адамдар. Ильяс, Алишер, олигархтың ұлы. Даник, ПД бастығы, генералдың ұлы. Олардың артында бүкіл қаланың билігі тұр. Сен жалғыз ештеңе істей алмайсың, олар сені шіртет, деді дәрігер қорқып. Ильяс орнынан тұрды. Оның көздерінен жыртқыштың жалыны көрінді. Олар тиісуге болмайтын адамдар болса демек, оларды тиіспей-ақ жай ғана жермен жексен ету керек, деді ол. Олар менің кім екенімді білмейді. Және білген кезде олар үшін тым кеш болады. Менің аңшылығым басталды. Ильяс ауруханадан шығып, түнгі қараңғылыққа сіңіп кетті. Ол ешқандай полицияға бармайды. Оған заңның көмегі қажет емес еді. Ол көлеңке болатын. Ал көлеңкемен соғысу мүмкін емес еді. Оның бірінші нысанасы видеоға түсіріп, интернетте мақтанған Макс болмақ. Бұл алтын жастардың ең осал тұсы. Ильяс оларға жай ғана өлім емес, нағыз психологиялық тозақ ұйымдастыруды жоспарлады. Бір тарау, Елестің апаны. Жинауға дайындық. Қала шеті. Ильястың жауынгерлік лақабаты Барыс бірнеше сағат бұрын ғана жалған құжаттармен жалдап алған қараусыз қалған өнеркәсіптік ангар қоймасы. Іші суық, дымқыл ауа мен ескі машина майының иісі қолғаны қабат. Бірақ Африканың құмында, оқ жаңбырының астында ұйықтап үйренген көлеңке, Shadow арнайы жасағының элиталық жауынгері үшін бұл жер нағыз сараймен тең еді.
Ильяс темір үстелдің алдында тұрды. Үстел үстінде арнайы бортпен әкелінген оның қару-жарақтары мінсіз қатармен тізіліп жатыр. Көміртекті болаттан жасалған тактикалық пышақтар, дыбыс бәсеңдеткіші, глушитель бар, Макаров, ПП тапаншасы, буындарында көмір-пластик қондырғылары бар, кевлар қолғаптар және шифрланған байланыс арнасы бар қуатты әскери ноутбук. Ноутбук экранында сурет жанып тұр. Макс банкирдің ұлы. Анасы суық асфальтта қансырап көмек сұрап жатқанда, күліп видеоға түсіріп тұрған сол баяғы оңбаған. Ильяс мажордың өз-өзіне риза болып күлімсіреп тұрған суретіне қарағанда, оның жақ сүйектері қарысып кетті. Ол кәдімгі ашу-ызаны сезінген жоқ. Ашу бұл эмоция, ал эмоция адамды қателікке ұрындырады. Ильястың ішіндегі сезім мұп-мұздай, мінсіз есептелген және аяусыз үкімет. Ол нағыз жазалаушы машинаға айналды. Әскери хакерлік дағдыларының және құпия дерекқорларға рұқсатының арқасында Ильясқа Макстың бұлтты Cloud қоймасын бұзып кіру үшін небары 20 минут жеткілікті болды. Бұл өмір қожайындары сандық қауіпсіздік мәселесінде өте ақымақ еді. Олардың бүкіл өмірі жұрттың көз алдында. Макс дәл жаңа ғана өзінің элитаға арналған жабық Telegram каналына сторис жүктепті. Видеода ол мас күйінде қымбат кристалл шампанын бұлғаңдатып тұр. Геолокациясы анық көрсетілген. Қала орталығындағы жабық Neon Loft веб-клубы. Жеке кеш. Кіру тек клубтық карталар мен тізімдер арқылы, ал сыртта банкир әкесі төлеген күзет тұр. Сен әлемге камера арқылы қарағанды жақсы көресің бе, Макс? Деді Ильяс бос ангардың ішінде сыбырлап. Бүгін сен өзіңді мәңгілікке сындыратын нәрсені көретін боласың. Ильяс денесіндегі тыртықтарды жауып тұратын қара тактикалық жейдесін, дыбыссыз әскери бәтеңкесін және көзге түспейтін қараңғы күртешесін киді. Жеңнің ішіне жасырын қан жарын сүңгітіп жіберді. Аңшылық басталды. Екі тарау, бұзылмас қамал елесі. Neon Loft клубындағы кеш. Түнгі сағат 1. Neon Loft клубы ауыр техномузыканың басынан солқылдап тұрды. Жоғарғы қабатта қарапайым халықтан қарайтылған шынымен және 2 метрлік 2 дәу күзетшімен бөлінген веб аймақта Макс өзін құдайдай сезінді. Оның қасындағы былғары диванда ұзын сирақты 2 моделі отыр, ал үстелдің үстінде ақұнтақтың, кокаиннің жолақтары шашылып жатыр. Макс теңселе тұрып, соңғы үлгідегі iPhone-ын көтерді де, Алишер мен Даник отырған жабық чатқа видео түсіре бастады. Әй, бауырлар! Кеш қалай өтіп жатыр? Біз бұл түнді жарып жатырмыз. Деп бақырды ол музыканың даусын басып. Менттер бәрін жапты, әкелеріміз бәрін шешіп тастады. Ешқандай проблема жоқ, аспан ашық. Жолдағы анау қоқыс, ол қағып кеткен әже туралы айтып тұр еді, баяғыда тарихқа айналды. Ертең жаңа көліктер алып, Дубайға ұшамыз. Ол истерикамен күліп жіберіп, аузына бір кесек мұзды салып, диванға шалқай кетті. Ол әкесінің ақшасы оның айналасында бұзылмас қорған орнатқанына сенімді еді. Қаланың бірде-бір полицейі бұл жерге бас сұғуға батылы бармайды. Есік алдындағы күзетшілер әр адамды қару-жараққа тексеріп кіргізіп жатты. Бұл мінсіз қамал сияқты көрінді. Бірақ мажор бір қарапайым шындықты ұмытып кетті. Қамалдар әскерден қорғану үшін салынады, ал елестерге қамал кедергі емес. Макс қыздардың бірінің тізесінен қағып. Мен дәретханаға барып, мұрнымды пудралап келейін. Папаңды күтіңдер деді. Ол шайқала басып, веб аймақтың жеке дәретханалары орналасқан дәлізге қарай жүрді. Есік алдында тұрған 2 оққағары оған бас изеп қалды. 3 тарау, неонға кірген көлеңке, дыбыссыз турм. Ильяс бас есіктен баса көктеп кірген жоқ. ГРУ арнайы жасағы мен көлеңке оперативті қызметкерлері әрқашан жау күтпеген жерден ұрады. Клуб ғимаратын қараңғы бұрылыспен айналып өтіп, ол тұйық кірпіш қабырғаға жақындады. Ол жерде 5 метр биіктікте қызметкерлер дәретханасының тар желдеткіш вентиляция терезесі бар еді. Оның бойында арнайы құрал жабдық жоқ, тек өз саусақтарының күшімен адам сенгісіз координациясы ғана. Ильяс бар сияқты кірпіштердің арасындағы көзге көрінбейтін саңылауларға жармасып, тік қабырғамен дыбыссыз өрмелеп шықты. Ол тактикалық пышағын суырып, желдеткіш торының құлпын ақырын іліп алып, бірде-бір дыбыс шығармай шешіп алды.
Иілімді, жаттыққан қимылмен ол тар шахтаға сырғып кіріп, 1 минуттан соң клубтың қызметтік дәлізінен бір-ақ шықты. Бұл жер қараңғы әрі тыныш еді. Би алаңынан шыққан музыка мұнда тек тұншыққан гүл болып қана жетеді. Ильяс сағатындағы шағын радиусты байланыс басқышты, глушилканы іске қосты. 20 метр радиустағы күзетшілердің рациялары тек ақ шу, белі шум шығаратын пайдасыз пластикке айналды. Алдыңғы жақта веб-дәретхананың есігінде Макстың баяғы 2 оққағары тұрған. Дәудей, бұлшық етті бұрынғы балуан жігіттер. Олар байланыстың неге үзіліп қалғанын түсінбей, рацияларын ашулана ұрып жатты. Бұл не пәле? Қабылда, база, қабылда. Деп күжілдеді біреуі дәліздің қараңғы бөлігіне қарай бұрылып. Бұл оның көлеңке соққы жасағанға дейінгі ең соңғы ойы еді. Ильяс қараңғылықтан қорқынышты жылдамдықпен атып шықты. Ол пышақ қолданған жоқ, бұл күзетшілердің өлімі оның мақсат емес, олар жай ғана пешкалар еді. Өте жақын қашықтықтағы ұрыс, дәл 2 секундқа созылды. Кевлар қолғап киген қолдың қырымен бірінші күзетшінің кадығына, кеңірдегіне дәл соққы жасалды. Ол тыныс ала алмай қырылдап қалды, ал Ильяс оның денесі еденге тарс етіп түспеу үшін құлап бар жатқан жерінен қағып алды. Екінші күзетші аузын ашып кобурасына, тапаншасына қарай ұмтылып үлгерген еді. Ильяс найзағайдай жылдамдықпен оның аяғынан шалып құлатып, подсечка дәудің құлап бара жатқан сәтінде оның мойнындағы күре тамырына, кезбе жүйкеге дәл әрі нүктелі соққы жасады. Күзетші қаруын шығарып үлгерместен сол секундта есінен танып қалды. Ильяс ес-түссіз жатқан 2 денені швабра сақтайтын шағын бөлмеге сүйреп кіргізіп, есікті құлыптап тастады. Мажорға барар жол ашық. 4 тарау, тозақтан тікелей эфир. Қорқақтың мойындауы. Макс веб-дәретханадағы үлкен айнаның алдында тұрды. Ол мәрмәр раковинаға еңкейіп кезекті есірткі жолағын тартуға дайындалып жатқан. Айнадағы өз бейнесіне қарап шашын түзіп жатқан кезде кенеттен дәретхананың жарығы жыпылықтап барып толықтай сөніп қалды. Айналы тас қараңғылыққа батты. Тек авариялық шығу есігінің қызыл шамы ғана бөлмені әлсіз жарықтандырып тұрды. «Әй! Бұл не сұмдық? Күзет!» деп бақырды Макс ашуланып бұрылып. Қараңғылықтан қара қолғап киген қол суырылып шықты. Темірдей қатты, бұзылмас күш Макстың желкесінен шап беріп ұстап, адам сенгісіз қатыгездікпен оның бетін мәрмәр раковинаға бар күшімен ұрды. Сарт! Сынған мұрынның сүйегі сытырлап кетті. Қан аппақ мәрмәрға шашырады. Макс төзгісіз ауырсынудан бақырып жібермек болды. Бірақ Ильяс оның аузын қолымен жауып, бір мезгілде оны тамағынан қылғындыра көтеріп, жерден жұлып алды. Мажор ауада шүберек қуыршақ сияқты бұлқынып жатты. Ол тұншығып, көздері жабайы үрейден шарасынан шығып кетті. Ильяс оны кабинаның бұрышына лақтырып жіберіп, үстінен басып, тізесін оның кеудесіне қатты тірегені соншалық Макстың қабырғасы шытынап кетті. «Тыныш, балақай!» деп сыбырлады Ильяс қабірдің суығында есетін дауыспен. «Бұл адамның дауысы емес, бұл таза ажалдың дауысы еді. Егер сен қазір сыбырлағаннан қаттырақ бір дыбыс шығарсаң, мен сенің тіліңді жалаңаш қолмен жұлып алып, өзіңе жұтқызамын. Түсінсең, басыңды изе». Өз қанына тұншыққан Макс дірілдеп басын тез-тез изеді. Оны қалтыратқаны соншалық тістері сақылдап кетті. Оның бүкіл пафосы, әкесінің миллиондары, нақты, физикалық өлім қаупінің алдында 1 секундта жоқ болып кетті. Сен кімсің? Саған не керек? Ақшама? Менің сағатымды ал, 50 000 бакс тұрады. Менің әкем банкир. Ол сені өлтіреді. Деп қыңсылады Макс, әлі де өзінің билігіне сенгісі келіп. Ильяс жауап бермеді. Ол Макстың қалтасынан өзінің телефонын, мажордың қансырып жатқан жібек әжені түсірген сол баяғы iPhone-ын шығарып алды. Ильяс экранды бұғаттан шығарып, Макстың қанға боялған саусағын сканерге басып, Алишер мен Даник отырған жабық чатты ашты. Ильяс телефонды айнаның алдындағы сөйлеуге қойып, алдыңғы фронтальная камерасын қосты. Тікелей эфир. Видео тікелей сол жеке топқа трансляциялана бастады. «Сен видео түсіргенді жақсы көресің бе, Макс?» деп Ильяс ақырын ғана тактикалық пышағын суырып алды.
Жүзді қызыл апаттық жарықта қорқынышты жалтырады. Сен адамдардың азапталғанына қарап күлгенді жақсы көресің бе? Бүгін басты рөлде сенсің. Макс өз телефонының камерасына қарады. Ол өзінің бейшара, үрейден қисайған, қанға боялған бетін көрді. Ол өзінің достары Алишер мен Даниктің дәл қазір осы эфирді көріп отырғанын түсінді. Сөйле деп бұйырды Ильяс, пышақтың суық ұшын Макстың көз алмасына дәл тақап. Кеше түнде проспектіде не істегендеріңді камераға қарап айт. Олардың аттарын ата. Үшеуіңнің де. Мен? Біз ештеңе. Ақ. Макс бақырып жіберді, өйткені Ильяс пышақпен сәл ғана басып, мажордың қабағынан жіңішке қан ағызды. Сөйле қатты әрі анық. Рөлде кім болды? Ақшаны кім лақтырды? Макс толықтай сынды. Камераның объективі алдында ол еңіреп жылап, қымбат итальяндық шалбарына жіберіп қойып, өз достарын сатып, бәрін жайып салды. Бұл біз болдық. Біз сол кемпірді қағып кеттік. Данияр рөлде болды. Ол мас әрі кокс шегіп алған еді. Оның әкесі полиция генералы, ол әкем бәрін жабат деді. Ал Алишер шығып оған ақша лақтырды. Ал мен тек видеоға түсірдім. Өтінемін, мені өлтірмеші. Жалынамын. Бұл олардың кінәсі, менікі емес. Мен жай ғана артта отырдым. Деп бақырды мажор өз телефонның объективіне қарап. Қорқақ әрі сатқынның мойындауы желіге ұшып кетті. 5 тарау, күнәнің өтеуі. Сынған қанаттар. Ильяс бұл мойындауды бетінде ешбір эмоциясыз тыңдады. Ол үшін бұл еткесегі енді ешқандай қызығушылық тудырмайтын. Бірақ оны жазалау міндетті еді. Бұл тіршілік иесі үшін өлім тым жеңіл құтылу болар еді. Сен менің анамның өліп жатқанын камераға түсірдің, деді Ильяс, және оның даусынан алғаш рет төзгісіз күйдірген ауырсыну байқалды. Үлгере алмай қалған ұлдың азабы. Сен жедел жәрдем шақырудың орнына сол телефонды ұстау үшін осы қолдарыңды қолдандың. Сен күлдің. Макстың көздері шарасынан шықты. Ол ақыры түсінді. Сенің анаң. Жоқ, құдайым-ау. Сен оның ұлысың ба? Брат, кешірші. Ант етемін, мен бәрін беремін. Мына қолдар, деп сөзін бөлді Ильяс, Макстың оң қолын өзінің өлі хваткасымен, ұстамымен қысып. Мына қолдар енді ешқашан телефонда, рөлде ұстай алмайтын болады. Ильяс пышақты қолданған жоқ. Арнайы жасақ жауынгері адам анатомиясын мінсіз білетін. Ол Макстың оң қолын мәрмәр раковинаның шетіне қойды. Макс шұлқынып бақырып жатты. Жоқ. Өтінемін. Керек емес. Мама. Ильяс өзінің шынтағын жоғарыдан құлаған бетон блок сияқты бар күшімен төмен түсірді. Сырт хәз. Білезікпен қол ұшындағы ұсақ сүйектердің быт-шыт болып сынған дыбысы құлақ тұндырарлық еді. Макстың қолы табиғи емес, қорқынышты бұрышқа бұралып кетті. Бұл жай ғана сынық емес еді. Ильяс оның буындарын әдейі ұнтақтап шаңға айналдырды. Әлемдегі ешбір хирург, банкир әкесінің ешқандай миллиондарына бұл қолды қайта жинап бере алмайтын еді. Макс адам төзгісіз, іштен шыққан ауырсынумен бақырып жіберіп, өз қаны мен зәрінің көлшігіне есінен танып құлады. Ильяс оның сол қолына тиіскен жоқ. Мажор өмірінің соңына дейін өзінің мүгедек болған сынық қолына қарап, суық асфальтпен қансырап жатқан әйелді есіне алып өту үшін бір қол жеткілікті еді. Ильяс әлі де тікелей эфир жүріп жатқан Макстың телефонын алды. Ол камераны тактикалық маскамен көлеңкеленген өз бетіне қарай бұрды. Объективте тек оның мұздай аяусыз көздер ғана жалтырап көрінді. Ол Алишер мен Даниктің дәл қазір өздерінің элиталық пәтерлерінде үрейден қатып қалып, осы экранға қарап отырғанын білді. Алишер, Даник, Ильястың дауысы телефон динамиктерінен ажалдың үкімінде естілді. Сендер бұл қаланы сатып алдық деп ойладыңдар. Бірақ сендер өздеріне тозаққа билет сатып алдыңдар. Біреуі есеп айырысты. Екеуі қалды. Ешқандай полиция, ешқандай генералдар мен ешқандай ақша сендерді құтқара алмайды. Қашсаңдар да болады. Тығылсаңдар да болады. Бірақ көлеңке сендердің арттарыңнан келе жатыр. Ильяс телефонды қолымен қысты, экран сытырлап сөніп қалды.
Трансляция үзілді. Ол сынған телефонды ес-түссіз жатқан Макстың денесіне лақтыра салып, дәліздің қараңғылығына сіңіп келген жолмен желдеткіш шахтасы арқылы ғимараттан дыбыссыз шығып кетті. Клубтағы ешкім веб аймақта жаңа ғана не болғанын түсінгенде жоқ. Әділеттілік орнады. 6 тарау, Олимптегі дүрбелең. Генералға қоңырау шалу. Дәл осы уақытта қаланың екінші шетіндегі элиталық пентхауста Даник полиция генералының ұлы өзінің үлкен төсегінің шетінде отырды. Оның телефоны дірілдеген қолдарынан кілемге түсіп кетті. Ол жаңа ғана жеке телеграм чаттары арқылы клубтың дәретханасынан тікелей эфирді көрген еді. Ол өздерінің тиісуге болмайтын достары Максты әлдебір қараңғылықтан шыққан құбыжықтың қаңғыбас иттей етіп қалай сындырғанын көрді. Ол сүйектердің сынған дыбысын естіді. Және ең қорқыныштысы, ол сол құбыжықтың оның атын атаған даусын естіді. Көлеңке сендердің арттарынан келе жатыр. Даникті қалтыратқаны соншалық, ол телефонның батырмаларын баса алмады. Оның кокаиндік мастығы бірден жоғалып, орнына тек бойын билеген жабайы үрей ғана қалды. Ол жолдағы кемпір жай ғана кемпір еместігін түсінді. Олар өте қорқынышты біреуге соқтығысқан еді. Олардың статусы ол үшін көк тиын емес екенін білген біреу. Ол телефонды жұлып алып, қалтыраған қолдарымен әкесінің құдіретті полиция генералының нөмірін терді. Будық өте ұзақ соғылды. Ақыры, ұйқылы, бірақ өктем дауыс жауап берді. Данияр, сағат неше болғанын көрдің бе? Бұл не тағы? Папа, деп бақырды Даник тұтқаға, үрейден жылап жіберіп. Бізді өлтіріп жатыр. Максты жаңа ғана неонда мүгедек қылды. Әлдебір құбыжық менің артымнан келе жатыр. Папа, құтқар мені. Омон, сол бір кімді болса да жібер. Ол мені өлтіреді, папа. Арғы жақтағы генерал бірден оянып кетті. Кәрі күшті құрылым қызметкерінің инстинкті оған бұл мажорлардың қарапайым мас төбелесі еместігін айтып тұрды. Тыныштал да анықтап жауап бер. Артыңнан кім келе жатыр? Кімнің жолын кестіңдер? Баяғы кемпір. Кеше біз қағып кеткен кемпір. Біз ол ешкім емес деп ойладық. Папа, капитан Медеуов істі жапқан еді ғой. Бірақ бұл оның ұлы екен. Ол өзін көлеңкемін деді. Папа, мені мына жерден алып кетші. Генералдың бетінен қан қашты. Ол қалада түрлі адамдар жұмыс істейтінін білетін. Бірақ ұлы бақырып айтып жатқан әдістер экстра класс кәсібінің жұмысына ұқсайтын. Спецура, арнайы жасақ. Ал нағыз соғыс иттеріне қарсы қарапайым патрульдік полицейлер жай ғана нысана болатын. Жемқорлар мен мажорлар империясында алғашқы терең, қанды сызат пайда болды. Ал осы уақытта өз аңғарына жасырынған Ильяс Макстың атын ойша тізімнен сызып тастады. Екеуі қалды. Даник пен Алишер рөлде отырғаны және өлім аузында жатқан ананың бетіне ақша шашқаны. Аңшылық енді ғана қыза түскен еді, бір тарау, Олимптегі үрей. Генералдың бұйрығы. Түнгі сағат 3-те қалалық полиция департаментінің бастығы генерал Асқаровтың элиталық үйіндегі тыныштық тасталған болды. Ол Даниктің қоңырауынан кейін төсегінен ұшып тұрып, сейфінен өзінің қызметтік тапаншасын алды. Оның миында ұлының телефон арқылы бақырған үрейлі даусы жаңғырып тұрды. Ол көлеңкемін деді. Ол менің артымнан келе жатыр. Генерал қарапайым көше бұзақыларынан қорықпайтын. Бірақ веб-клубтың ішіне ешқандай із-түссіз кіріп, қарулы күзетшіні үнсіз сұлатып, банкирдің ұлын тікелей эфирде мүгедек қылған адам. Бұл қарапайым қылмыскер емес. Бұл соғыс тактикасын мінсіз меңгерген, арнайы дайындықтан өткен жыртқыштың қолтаңбасы болатын. Генерал бұл анасы үшін кек алуға келген ұлдың тоқтамайтынын түсінді. Ол шұғыл түрде полицияның арнайы жасағының сол бір командиріне қоңырау шалды. Командир, тез арада ең мықты 10 жігітіңді алып, менің ұлым Даниярдың пентхаусына бар. Оны қала сыртындағы КБ-нің қылмыстық істер басқармасының құпия тергеу изоляторына, қауіпсіз үйге апарып тығыңдар. Ешкімге тіс жарма. Егер периметрге біреу жақындаса, ескертусіз атыңдар. Деп ақырды генерал. Содан кейін ол істі жауып тастаған парақор тергеуші капитан Медеуовке хабарласты. Телефон ұзақ шырылдап барып көтерілді.
Медеуов, сен маған әлгі кемпірді ешкімі жоқ, жалғызбасты бейшара деп едің ғой. Оның ұлы спецура арнайы жасақ болып шықты. Ол қазір қаланы қанға бөктіріп жатыр. Тез арада кабинетке барда, кемпірдің ісіне қатысты барлық қағаздарды, камера жазбаларын өртеп жібер. Сосын қаладан жоғал. Генерал телефонын лақтырып жіберіп ауыр күрсінді. Оның ақшаға және билікке құрылған мінсіз жүйесі бір ғана қарапайым қазақ әжесінің қанына бола шайқала бастаған еді. Бірақ ол көлеңкенің олардан бір қадам емес, 10 қадам алда жүргенін білген жоқ. Екі тарау, сатқынның жазасы. Қараңғылықтағы сұрақ жауап. Капитан Медеуов генералдың қоңырауынан кейін қорқыныштан бұтына жіберіп қоя жаздады. Ол өзінің пәтерінде сейфінде жатқан генерал берген параны, ондаған $1000 чемоданға тығып жатқан. Ол бұл істің арты осыншама қорқынышты болатынын күтпеген еді. Ақшаны алды да қаладан қашуға дайындалды. Есікке қарай ұмтылғанда пәтердің жарығы сырт етіп сөніп қалды. Қарғыс атсын деп күбірледі Медеуов, қалтасынан телефонының фонаригін қосып. Ол бұрылып қарағанда қараңғы дәлізде, өзінен 2 метр жерде қап-қара тактикалық киім киген. Бұл Ілияс еді. Ол генералдың бұйрығын күтпей-ақ істі кімнің жапқанын баяғыда анықтап үлгерген. Кімсің сен? Деп бақырды Медеуов беліндегі тапаншасына қол созып. Бірақ капитанның қолы қаруға жетіп үлгермеді. Ілияс көз ілеспес жылдамдықпен алға атылып, Медеуовтың тапанша ұстаған қолын білегінен қайырып, оны қабырғаға бар күшімен соқты. Сарт! Капитанның тапаншасы еденге ұшып түсті. Ілияс оның тамағынан мықтап ұстап, ауаға сәл көтеріп, қабырғаға шегелеп тастады. Сен менің анамның қанын жаңа пәтерге айырбастадың, капитан, деді Ілияс, даусынан адамның жанын түршіктіретін мұз есіп. Медеуов тұншығып аяғы ауада бұлқынып жатты. Жібер мені. Мен бұйрықты ғана орындадым. Ол генерал Асқаров. Менде таңдау болмады. Деп қырылдады тергеуші, көздері аларып. Ілияс тактикалық қанжарын суырып алып, оның ұшын капитанның оң көзіне дәл тақады. Пышақтың суығы Медеуовтың кірпігіне тиіп тұрды. Мен саған таңдау беремін, капитан. Не сенің екінші көзің маған Даниктің қайда тығылып жатқанын айтады, не мен осы пышақты сенің миыңа дейін жеткіземін. 3 секундың бар. 1. Қала сыртында. Беркут базасының бұрынғы жертөлесі. Деп бақырды Медеуов жан ұшыра, 1 секундқа да жеткізбей. Оны сол жаққа алып кетті. Ол жақ қорғалған. Онда 10 собыр жауынгері бар. Сен ол жаққа кіре алмайсың. Мен бәрін айттым. Тиіспеші. Ілияс оның көзіне тесіле қарап тұрды да пышағын төмен түсірді. Сен заңды қорғауға ант берген едің. Бірақ сен ақша үшін ананы саттың. Сен сияқты қоқыстар оққа да лайық емес. Ілияс оның басын қабырғаға бар күшімен бір рет ұрып есінен таңдырды да чемодандағы параға алынған ақшаны терезеден далаға, қардың үстіне шашып жіберді. Ол бөлмеден шығып кетті. Аңшы өзіне керек мекен жайды алды. Қарулы 10 адам Ілияс үшін кедергі емес, жай ғана жұмыс процесі болатын. 3 тарау, қамал ішіндегі тышқан. Даниктің иллюзиясы. Қаладан 30 шақырым жерде. Орман ішіндегі бұрынғы Беркут арнайы жасағының базасы. Қазір бұл жерді полиция аса маңызды куәгерлерді немесе шенділерді тығу үшін құпия қауіпсіз үй ретінде қолданатын. 3 метрлік бетон дуал, темір қақпа және камералар. Іште терезесі жоқ жертөле бөлмесінде Даник отырды. Оның айналасында автоматпен қаруланған денелі 10 собыр жауынгері периметрді күзетіп тұр. Даниктің қолындағы телефоны шырылдады. Әкесі екен. Ұлым, сен қауіпсіз жердесің. Ол жерге бірде-бір адам кіре алмайды. Бұл менің ең таңдаулы жігіттерім. Сенің қасыңда таңға дейін отырады, ал таңертең біз сені Мәскеуге, сосын шетелге ұшырып жібереміз. Бәрі жақсы болады, деді генерал. Папа, ол Макстың қолын шашып тастады. Ол құбыжық, деп жыламсырады Даник. Ол жай ғана адам. Ал адамдарға оқ тигенде өледі. Тыныштал,
деп генерал тұтқаны қойды. Даник диванға жатып терең тыныс алды. Қарулы жігіттердің қасында ол өзін сәл де болса қауіпсіз сезіне бастады. Әкем дұрыс айтады. Ол кім болса да автоматқа қарсы шыға алмайды. Ол жай ғана ақымақ. Ертең Дубайға ұшып кетемін де, бәрін ұмытамын деп ойлады мажор, өзінің тиісуге болмайтындығына қайтадан сене бастап. Бірақ ол бұл қамалдың ішінде қауіпсіздікте емес, нағыз ажалдың тұзағында, ловушкада отырғанын білген жоқ. 4 тарау, жарықтың сөнуі. Көлеңкенің штурмы. Түнгі сағат 4. Базаның сыртында өлі тыныштық. Қалың қар жауып тұр. Ильяс базадан 200 метр қашықтықта орманның ішінде жатты. Оның басында түнгі көру құрылғысы, прибор ночного видения бар. Ол ғимараттың сыртқы генераторын, күзетшілердің орналасуын мінсіз есептеп алған. Ол собыр жігіттерін өлтіруге келген жоқ. Олар жай ғана бұйрық орындаушылар, олардың қолында анасының қаны жоқ. Бірақ оларды жолдан шығару керек. Ильяс өзімен бірге әкелген шағын К4 пластидін базаны тоқпен қамтамасыз етіп тұрған негізгі трансформаторға баяғыда орнатып қойған болатын. Қолындағы детонаторды басты. Гүрс. Құлақ тұндыратын жарылыс орманды дірілдетіп, ғимараттың бүкіл жарығы мен камералары 1 секундта сөніп қалды. База тас қараңғылыққа батты. Жарық өшті. Периметрді қорғаңдар, деп бақырды собыр командирі іште. Секундтар өтіп жатты. Қосалқы генератор қосылғанша 15 секунд керек еді. Ал Ильяс сияқты көлеңке үшін бұл уақыт тұтас бір мәңгілік болатын. Ильяс қараңғылықты жамылып 3 метрлік дуалдан мысықша қарғып өтті. Оның түнгі көру құрылғысы қараңғылықты жап-жасыл, жап-жар күндізгідей етіп көрсетіп тұрды. Ауладағы 2 күзетші ештеңе көрмей, автоматтарын жан-жаққа кезеп тұрғанда, Ильяс олардың ту сыртынан елес сияқты пайда болды. Ол қолындағы электрошок таяқшасымен, дубинкамен бірінші күзетшінің мойнына дәл ұрып, оны үнсіз сұлатты. Екіншісі бұрылуға үлгермей жатып, Ильяс оның аяғынан шалып құлатып, шлемінің шетінен ауыр соққымен есінен таңдырды. Дыбыссыз, жылдам, мінсіз. Ильяс ғимараттың ішіне кірді. Ол дәлізбен келе жатып, бөлмелерді тексеріп бара жатқан тағы 3 собыр жауынгеріне тап болды. Ол жарық шу гранатасын, светошумовая граната алдына лақтырып жіберді. Бах! Соқыр болған жауынгерлер еденге құлағанда, Ильяс олардың арасынан өтіп бара жатып, әрқайсысының ұйқы артериясына немесе шүйкесіне дәл соққылар жасап, оларды ауыр ұйқыға жіберді. Бұл кинодағыдай атыс шапыс емес еді, бұл хирургиялық дәлдікпен жасалған кәсіби тазалау болатын. Ол әлемнің ең ыстық нүктелерінде бұдан да қиын тапсырмаларды орындаған. Ол Даник отырған жертөленің қалың темір есігіне жетті. Есіктің алдында соңғы 2 күзетші тұр еді. Олар Ильястың қараңғы дәлізден келе жатқан сұлбасын көріп, автоматтарын кезеді. Бірақ Ильяс олардан әлдеқайда жылдам болатын. Оның ПБ тапаншасынан тұншыққан 2 оқ күзетшілердің бронежилеттерінің ортасына шок тудыру үшін дәл тиді. Күзетшілер ауыр соққыдан демдері бітіп, еденге құлағанда, Ильяс олардың бастарын қабырғаға соғып есінен таңдырды. Қарулы қамал толықтай құлады. Енді оның алдында тек мажор тығылған есік қана қалды. 5 тарау, газ педалінің құны. Жүргізушінің үкімі. Жертөленің ішінде Даник бұрышқа тығылып, 2 қолымен басын ұстап қалтырап отырды. Ол сырттағы жарылысты, содан кейін өз күзетшілерінің біртіндеп үнсіз қалғанын, құлаған дыбыстарын естіді. Оның 10 автоматтан тұратын қорғанысы 5 минуттың ішінде жоқ болды. Темір есік сықырлап ашылды. Ішке авариялық қызыл жарықтың аясында ұзын бойлы, қара тактикалық киім киген Ильяс кіріп келді. Ол маскасын баяу шешті. Оның көздері Даникке қадалғанда бөлменің іші мұз болып кеткендей болды. Келме, жолама маған, деп бақырды Даник, еденмен шегініп қабырғаға тақалып. Ол өз бұтына жіберіп қойғанын да байқамады. Менің әкем саған бәрін береді. Қалаған сомаңды айт. $1,000,000 ма? 2 миллион ба? Ильяс оған жаймен қадам басып жақындады. Ақша? Сендер бәрін ақшамен өлшейсіңдер ме? Деп Ильяс суыққандылықпен сыбырлады. Менің анам сендердің ақшаларына мұқтаж емес еді.
Ол гүл сатып, адал еңбегімен нан табатын. Ал сендер оны мас күйде езіп кеттіңдер. Сосын үстіне ақша шаштыңдар. Бұл мен емес. Бұл Алишер. Мен жай ғана қорқып кеттім. Деп жалына бастады Даник, жылап жіберіп. Мен оны көрмедім. Сен рөлде болдың, деді Ильяс, оның алдына келіп тізерлеп отырып. Оның даусынан қаһар емес, қорқынышты, өлшеулі әділеттілік естіліп тұрды. Сен мас күйде газ педаль газа бастың. Сен анамды қағып кеткен соң, тежегішті басып көмектесудің орнына, сол аяғыңмен қайтадан газды басып қашып кеттің. Сенің аяқтарың сенің қаруың болды. Даниктің көздері шарасынан шықты. Ол Ильястың қолынан жалтыраған тактикалық қанжарды көрді. Жоқ, аға, өтінемін. Жоқ, мен енді ешқашан рөлге отырмаймын. Деп жанұшыра бақырды Даник, аяқтарын кеудесіне қысып. Енді ешқашан отырмайтының рас, деді Ильяс. Ол Даниктің аяғын тобығынан лодыжка шап беріп ұстап, болаттай қатты қолымен өзіне қарай тартты. Даник бұлқынып бақырып жатты, бірақ спецназ жауынгерінің күшіне қарсы тұруы мүмкін емес еді. Ильяс қанжардың өткір жүзін Даниктің оң аяғының өкшесінің үстіне, дәл ахилл сіңіріне, ахиллова сухожилие тақады. Бұл адамның жүруіне, аяғын басуына жауап беретін ең басты тамыр еді. Сенің аяқтарың енді ешқашан газ педалін баспайды, деп Ильяс қанжарды бар күшімен тартып жіберді. Хряс! Аға! Даниктің даусы жертөлені жаңғыртып, адам сенгісіз, жан төзгісіз ауырсынудан жұлқына бастады. Оның сіңірі толықтай үзіліп, қаны шапшып кетті. Бірақ Ильяс мұнымен тоқтаған жоқ. Ол Даниктің екінші, сол аяғын жұлып алып, дәл сол процедураны екінші рет қайталады. Екінші ахилл сіңірі де шорт кесілді. Даник қанға боялып, еденде есінен танып, аузынан көбік ағып жатты. Бұл нағыз поэтикалық әділеттілік еді. Рөлде отырып кісі қаққан, қашып кеткен мажор енді өмір бойы мүгедектер арбасына таңылып, өз аяғымен бір қадамда жасай алмайтын тірі өлікке айналды. Генералдың ақшасы оған ең қымбат протездерді алып берсе де, ол бұл қорқынышты түнді кесілген тамырымен қансыраған қарияны ешқашан ұмытпайтын еді. 6 тарау, соңғы нысана. Көлеңкенің жолдауы. Ильяс орнынан тұрып, пышағындағы қанды Даниктің қымбат жейдесіне сүртті. Ол Даниктің қалтасынан телефонын шығарып, генералдың нөмірін терді. Телефонды қорқыныштан дірілдеп отырған генерал көтерді. Данияр. Балам, бәрі жақсы ма? Ильяс телефонды аузына тақап, мұп-мұздай дауыспен жауап берді. Генерал, сенің ұлың тірі. Бірақ ол енді ешқашан жүрмейді. Мен оған өз қылмысының бағасын төлеттім. Егер сен менің ізіме түсуге тырыссаң, немесе менің анамның ісін қайта жаппақ болсаң, келесі жолымен сенің жатын бөлмеңе келемін. Сен менің кім екенімді, не істей алатынымды жаңа ғана көрдің. Генерал арғы жақта үнсіз қалды. Ол өз қамалының, өз элиталық жасағының күл-талқан болғанын түсініп, билігінің дәрменсіздігін алғаш рет мойындады. Ильяс телефонды Даниктің қасына лақтыра салды. Екеуі жазаланды. Біреуі қолсыз, біреуі аяқсыз қалды. Олар өлімнен де бетер азапты өмірге кесілді. Енді тізімде тек бір ғана адам қалды. Ең басты, ең қатыгез нысана. Алишер миллиардер олигархтың ұлы. Ол көліктен шығып, қансыраған ананың бетіне ақша шашқан адам. Оның жазасы бұлардан да сұмдық, бұлардан да символикалық болуы тиіс еді. Ильяс базадан шығып, қалың қар жауған орманға қайтадан сіңіп кетті. Таң атып келе жатты, ал көлеңкенің соңғы, финалдық аңшылығы енді басталды. Бір тарау, миллиардтар қорғай алмайтын ажал. Таңғы сағат 7. Қаланың ең биік, ең қымбат зәулім ғимаратының, небоскрептің жоғарғы қабатындағы элиталық пентхаус. Алишер тізімдегі соңғы, ең бай әрі, ең қатыгез мажор, қорқыныштан бұрышта қалтырап отырды. Оның әкесі, қаланың жартысын сатып алған миллиардер олигарх, телефонмен бақырып, бүкіл күзет қызметін тікелей ұшырып жатқан еді. Даниктің екі аяғынан айырылғаны, Макстың қолының шашылып қалғаны туралы жаңалық олигархтың құлағына бір сағат бұрын ғана жеткен.
Бастапқыда бәрін ақшамен жауып тастаймын деп ойлаған олигарх қарсыластың қарапайым адам емес, тоқтату мүмкін емес, заңға бағынбайтын кәсіби жазалаушы екенін түсінгенде оның да төбе шашы тік тұрды. Алишер, заттарыңды жина. Қазір сені әуежайға апарады. Менің жеке ұшағым дайын тұр. Дубайға ұшасың. Бұл жынды сені ол жақтан таба алмайды. Деп ақырды әкесі, сейфтен бума долларларды шығарып жатып. Папа, ол мені өлтіреді. Даникті он қарулы собыр қорғай алмады ғой. Ол бәрін қырып тастады. Деп еңіреп жылады Алишер, кеше ғана ананың бетіне ақша шашып, қарқылдап күлген тәкаппар байшыкеш қазір бұрышта қыңсылаған күшікке айналған еді. Тыныштал, менмендігіңді жина. Деді әкесі оның жағасынан ұстап. Менің күзетшілерім қарапайым менттер емес. Мен шетелдік жалдамалы әскери компанияның ЧВК 20 ең мықты жауынгерін жалдадым. Олар нағыз соғыс иттері. Олар сені ұшаққа дейін жеткізеді. Сенің басыңнан бір тал шашың түспейді. Түсіндің бе? Алишер дірілдеп басын изеді. Ақшасы мен қымбат киімдері салынған сөмкесін құшақтап есікке қарай ұмтылды. Олар миллиардтаған байлық кез келген өлімді сатып ала алады деп соқыр сенді. Бірақ Ильяс сатылмайтын еді. Ол өлімнің өзі болатын. Екі тарау, жеке ангардағы бұқтырма. Ажалдың эскорты. Қала сыртындағы жекеменшік әуежай, веб-терминал. Бұл жерден тек олигархтар мен үкімет адамдары ғана ұшатын. Онда қарапайым жолаушылар жоқ, тек жеке ангарлар мен бизнес-джеттер ғана бар. Таңғы тұманның ішімен үш қара түсті, брондалған, сауытты, жол талғамайтын көлік ангардың ішіне кіріп келді. Көліктерден алдымен толықтай әскери тактикалық киім киген, бастарына каска, қолдарына заманауи автоматтар ұстаған 15 жалдамалы әскер, наемник шықты. Олар периметрді лезде қоршап, кәсіби деңгейде қорғаныс шеңберін құрды. Тек содан кейін ғана ортадағы көліктен дірілдеген Алишер шығып, ақ түсті жеке ұшақтың трапына, баспалдағына қарай жүгіре бастады. Жылдам. Ұшақты оталдырыңдар. Есікті жабыңдар. Деп бақырды жалдамалылардың командирі. Ұшақ қозғалтқышы гүрілдеп, турбиналар іске қосыла бастады. Алишер ұшақтың ішіне кіріп, былғары орындыққа отырғанда ғана терең дем алды. Құтылдым. Мен аман қалдым деп ойлады ол, терезеден төмендегі қарулы күзетке қарап. Бірақ ол көлеңкенің бұл ангарда олардан бұрын, 2 сағат бұрын келіп, төбедегі темір конструкциялардың арасында үнсіз күтіп жатқанын байқаған жоқ. Ильяс олардың Дубайға қашатынын баяғыда есептеп,